Ал Қызылжар ауданы Березовка елді мекендегі Алтын көз лагерінде жетім және ата-ана қамқорлығынсыз қалған балалар үшін қайырымдылық шарасы ұйымдастырылды. Бұл шараны облысымыздың Қазақстан Халқы Ассамблеясы республикалық 20 егіс эстафетасы аясында өткізді. Оқу жылының аяқталуымен балаларды Қазақстан Халқы Ассамблеясы облыстық филиалының қызметкерлері және қаламыздың жанашыр тұрғындары құттықтауға келді. Балаларға сыйлықтар тарту етілді. Ал оқуда озат болып, үздіктердің қатарынан көрінген тәрбиеленушіге ақшалай сыйақы табысталды. Идет в этом году очень большая работа. Осы жылы көптеген жұмыстар атқарылуда. Соның бірі бейбітшілік және келісім жол картасы мемлекеттік жобасы. Осы жоба аясында 20 игі іс шарасын ұйымдастырудамыз. Бүгін біз балаларға тәтті базарлықтар, сыйлықтар әкелдік. Мұндай шаралар жалғасын таппақ. Балалар қуанышты болады деген сенімдемін. Лагерде балалардың сапалы тамақтануы да назардан тыс қалмаған. Арнайы бекітілген ас мәзірі бойынша 5 мезгіл тамақ беріледі. Демалушылар көңілді демалып, жанын әнге, сылдыр күлкіге тойдырып, әртүрлі іс-шаралар мен спорттық ойындар өткізетін 25 тәрбиеші мен 25 тәлімгер бар. Біздің лагерь жылдан жылға көркейе береді. Бізге жаңа жиһаз келген. Бізге өте ұнайды лагерде. Біз көбінесе бізде балар, олар керекті өзінің ойындарымен айналысады. Жалпы Алтын көз лагерінде осы жазда 7 маусым өткізу қарастырылған. Бұл мерзімде мұнда 120 балдырған демалып сауығады. Тоғжан Ақмағамбетова, Дулат Мұсафиров, ақпарат.